Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағына хош келдіңіздер. Балалар, қараңдаршы, мына суреттен нені, кімдерді көріп отырсыңдар? Осы суретке бір сөзбен қандай тақырып қоюға болады? Дұрыс таптыңдар балалар, саяхат деуге болады. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяхат таным бастауы. Оқу мақсаты тыңдалым мәтінінің мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, бағалау критерийлері. Бүгінгі сабақта әрбір бала мәтінді мұқият тыңдау керек, сұрақтарға жауап береді. Мәтіндегі көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды айтасыңдар. Балалар, бір сұрақ қояйын. Саяхаттың қандай түрлері болады? Яғни, қандай жерлерге саяхат жасауға болады? Көрікті қалаларға саяхат жасауға болады. Ондағы мақсат не? Адамдар саяхат жасап, ел таниды, жер таниды, және де қыдырып, демалады. Және де тарихи орындарға саяхат жасауға болады. Ондай орындар арқылы адамдар өткен тарихты біледі. Ертегілер еліне саяхат жасауға болады. Сендер қандай ертегі білесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Ертегіні көп оқыған баланың ойы ұшқыр, өзі тапқыр келеді. Хайуанаттар бағына саяхат. Сіздер хайуанаттар бағына барып көрдіңдер ме? Онда түрлі хайуанаттардың тұрмыс тіршілігімен, олардың балалармен танысуға болады. Сонымен қатар, кітапханаға саяхат. Сендер қандай кітап оқығанды ұнатасыңдар? Кітап адамның білімін толықтырады, сөздік қорын молайтады. Сондықтан көбірек кітап оқыңдар. Жақсы балалар, ендігі кезекте Ұлы жібек жолы деген тақырыптағы мәтінді тыңдап алайық. Сендер мұқият тыңдай отырып, негізгі деректерді естеріңе сақтап алыңдар. Себебі мен тыңдап болған соң, сендерге сұрақ қоямын. Ал тыңдаймыз. Ұлы жібек жолы. Көз алдыңда күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер, мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагерлер, алдындағы мақсатына қырлардан, шөл даладан да өтуге дайын көпестер елестейді. Жол барысында жаңа қалалар пайда болып, ескілерінің тас талқаны шықты. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалданды. Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың, тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына өзіндік септігін тигізген. Талай тарихи орындардың әлемге танылуына әсер болған теңдесі жоқ сауда маршруты. Бұл сауда жол ғана емес, екі алпауыт цивилизация арасындағы мәдени, экономикалық көпір деп айтуға толық негіз бар. Жібек жолының тарихы біздің заманымызға дейін 138 жылдан бастау алады. Сол жылы Қытай императоры батыс жаққа сауда жасайтын серіктестерді іздеу үшін арнайы дипломатиялық керуенді жіберген болатын. 13 жылдан кейін керуен қайта оралды. Оған қатысқандар Қытайдан орталық Азияға тікелей жүріп өткен болатын. Дәл осы жолмен батысқа қарай барлық керуендер жүретін болған. Уақыт өте келе орталық Азия мен Қытай арасындағы сауда-саттық нығайды. Қытайдан шыққан керуендер солтүстік Тянь-Шань тауларына бағыт алып, орталық Азияны кесіп өтіп, ары қарай Батыс Амудария, Хорасан арқылы Месопотамия мен Жерорта теңізіне жететін. Ұлы жібек жолының қашықтығы 12 000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер толық мұндай қашықтықты жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысумен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алуға тырысты. Жібек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілді. Тауда қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игеріп алды. Темірден жасалған бұйымдарды жасау ісі шығыстан, ал шыны жасау ісін батыстан үйреніп алды. Осы кезде жібек жолы қатып қалған бір бағыттан тұрды деуге болмайды. 100 жылдар бойы оның жолдары ауысып, керуен бағыттары құбылып тұрды. Тиімділігі жоғары бағыттар өркендесе, пайдасы төмен бағыттар құлдырады. 6-7 ғасырларда ең жиі пайдаланылған Қытайдан Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен бағыт болатын.
Бұл бағыт арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат матаны патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы төленіп, мемлекеттік қарыздар осы жібек матасымен қайтарылды. Өз кезегінде Рим мен Византиядан, Үндістан, Иран мен Араб халифатынан кейінгі жылдарда Европа мен Русьтен осы елдерде өндірілген тауарлар да тасымалдана бастады. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Суяб, Баласағұн және тағы да басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар мәдени және ғылым ошақтарына айналды. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Балалар, жаңа ғана біз бәріміз ұлы жібек жолына саяхат жасадық. Ұнады ма? Ал кім есінде қандай деректерді сақтады екен? Сұрақтарға жауап берейік. Ұлы жібек жолының табиғат зонасы қандай? Әрине, табиғат зонасы шөл дала екен. Бұл жол арқылы нелер тасымалданған? Қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық құстар тасымалданған екен. Ал балалар, ұлы жібек жолы арқылы қандай дақылдар жеткізілген? Жүзім мен мақта, дұрыс айтасыңдар. Өзге де азықтық дақылдар жеткізілген екен. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Неліктен ұлы жібек жолы деп аталған екен? Дұрыс айтасыңдар. Сол дәуірде әлемдік валютамен тең болған жібек деген мата нағыз сауда көзіне айналған. Оны пайдалану бақыты патшалар мен елшілерге бұйырған екен. Соған байланысты да бұл ұлы жол жібек жолы деп аталған. Ал қандай елдер тауар өндіруде алдыңғы қатарда болды дейді? Рим, Византия, Үндістан, Иран, тағы қандай? Еуропа елдері алдыңғы қатарда тауар өндірген екен. Жақсы балалар, сендер біраз сұраққа жауап бердіңдер. Осы мәтінді тыңдай отырып, менде мынадай сұрақ туындады. Сауда саттық мәдениетті дамытады деген пікірмен келісесіңдер ме? Олай болса, осы сұрақты ата-аналарыңмен талқылап көріңдер. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Бүгінгі сабақта сендерге не қызық болды? Қандай сұрақ қиындық тудырды? Сабақ соңындағы көңіл күйлеріңді мына 3 ағаштың қайсысына теңер едіңдер? Жарайсыңдар балалар, осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.